Армысыздар, ардақта ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, көгілдір көктемнің алғашқы күнінде өздеріңізбен дидар қауышқанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Жуырда елімізде қазақ әдебиетінің, әсіресе балалар әдебиетінің көрнекті өкілі бола білген қарымды қаламгер, ақын, аудармашы, журналист марқұм Мекенбай Омаровтың 75 жылдық мерейтойына арналған еске алу кеші өтті. Назарларыңызға аталмыш мәдени шарадан дайындаған бейне сюжетімізді ұсынамыз. Көріп тамашалаңыздар. Жоғары Шыршық аудандағы ұлттар достық мәдениет сарайында өткен шараға аудан әкімдігінің қызметкерлері, ақын жазушылар, өнерпаздар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сондай-ақ студент жастар қатысты. Білікті ұстаз, журналист, Қазақстан және Өзбекстан жазушылар одағының мүшесі болған Тұран академиясының құрметті академигі, айтыскер ақын, жазба ақын Мекенбай Омаровның еңбегі орасан зор. Әсіресе мектеп оқушылары үшін мектептерге дәрістер жазған, ана тілі, қазақ тілі оқулықтарын жазған. Сонымен қатар айтыскер ақын болып бірнеше рет халықаралық жүлдеге ие болған. Оның әр салада қозғаған еңбектері орасан зор. Әсіресе балалар әдебиетіне, оның аясындағы айналайын деген кітабын әзірге шейін оқушыларымыз сүйсіне оқып жүреді. Осындай ақындарымыз бізде көп болсын. Құда қаласа жас жеткіншектерден осындай ақындарымыз шығады деп ойлаймыз. Өзбекстан және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болған Мекенбай Омаров туралы айтылар әңгіме көп. Бүкіл өмірін ұлт болашағына арнаған марқұм ағамыздың өмір жолына үңілер болсақ, ғибратқа толы мақтан тұтар ғұмырын көреміз. Осы ағаларға рахмет айтамын. Өлеңдер оқып айтып жатыр, естіп жатырмын. Мен ағайым естіп отырмын, сіздерге көп рахмет айтамын. Мекенбай ағай қандай адам еді? Мекенбай ағай жақсы адам еді, зор адам еді. Енді сіз қанша жыл бірге өмір сүрдіңіз, бір жастықта қоса қартайдыңыздар. Оның шығармасы жайлы түнде жаңа айтып отырсыз ғой, түнімен еңбек ететін еді деп. Оқтырмай жазсам, жазмай жатып қайтадан жазар еді, тұрып тайна қайтадан жазар еді, сөйтіп жазар еді. Шарада ақынның өмір жолынан тың деректермен бөлісіп, ардагер журналист, жазушы Ақан Ташметов пен Өзбекстан жазушылар одағының жанындағы Қазақ әдебиеті кеңесінің төрағасы Тұрсынәлі Ахметов баяндама жасады. Ал қатысқан бір топ өнерпаздар келген қонақтарды өз шығармаларымен тәнті етті. Мекенбай Омаров менің жездем болады. Менің педагог болуыма жездемнің себебі болған. Себебі жастығымнан үйлеріне барғанымда бір пиала шай үстінде рана балдызым, ақ қағазда қалам тербеткен адам ешқашан қиналмайды деген. Сол жездемнің айтқаны менен, олардың берген маслахаттарымен мен педагогпын. Өзбекстан Республикасындағы қазақ балаларының ана тілінде білім алуында қазақ тілін ұмытпауының себепшілерінің біреуі менің жездем Мекенбай Омаров деп қысаптаймын. Себебі 91 жылдық тәуелсіздіктен кейін жездем әліппе кітабының үстінде жұмыс істеген, оқу кітаптарын шығарған. Жалпы алғанда 1, 2, 3, 4 сыныптар үшін қазақ тіліндегі әдебиеттердің шығуына ат салысқан, үйлеріне барғанда маған сол кітаптардан оқып отыратын еді. Ол жердегі өлеңдерін естігемін. Мысалы, Ділназға деген өлең әлі де есімде тұрыпты. Өзінің небересіне арнаған өлеңдер бар. Сосын мақалдар, өлеңдер, жаңылтпаштар үйреткен сол кезде. Жездеміне қашанда барсам, әрдайым кітапта отырған, жазушылықпен шығармашылық столында отыратын еді. Маған сықақ әңгімелер үйрететін еді. Жалпағанда жездем тур жолға бастаған. Мекенбай Омаровты айтыскер ақын ретінде халық жақсы таниды. Сондықтан ақынның жадына арнап Құлмақан Дүйсенов пен Талғат Орынбеков айтысып, жиналған көпшілікті бір серпілтіп тастады. Ал Қыбырай аудандағы номер 24 мектептің оқушылары ақынның өлеңдерінен үзінділер оқыды. Мекенбай менен бірге бір мектепте, 36 мектепте бірге бітіріп, бірге жүріп, бірге тұрып, кейін және Құдайдың несіменен мектепте бірге мұғалім болып, бірге істегенбіз. 10 жыл бір мектепте оқып, пенсияға шыққанша осымен істегенбіз. Білем Мекенбайды, Мекенбай Омаровты өте қызығушан, жазуға кірісер еді. Біз немеге өйтесің десек, жоқ, мен мынандай деп сауал жауап жақсы көретұғында. Еш уақытта өзінің неғмас еді. Бірінші бұл әліппе немесінің кітабын шығарды. Ол балдарға өте үлгілі болды, олар қолданды. Одан кейін жазушылықты да
алып барды. Өзбекстанда оқып жатқан балалар қазақ тілінде осының білімін алып, әр уақытта жақсы не қылып, қазақ балдарының қазақ тілінде сөйлеуі, үйренуі бұларға үлгілі болды. Қазақ балдарымыз өте қызығушан болды. Осы Мекенбайдың үлесі өте үлкен болды. Балдардың білімшілігі жақсы болды. Қазақ тілін жақсы атқаруда Мекенбай Омаров өте үлесін көп қосты. Ақын өмірінің соңғы күндеріне дейін ұлт үшін еңбек етіп, еліміздегі әдебиет әлемінің дамуына айтарлықтай үлесін қосты. Барлық арман мақсаты ғылым білімді, әдебиетті, қазақ мәдениетін жандандырып, мәңгілік ету болған ақын ағамыздың жүрегі қаншалықты кең десеңізші. Отбасы мүшелерінің айтуынша, оның жарық көрмей, қолжазба күйінде қалып қойған шығармалары да аз емес. Рет-ретімен қалың оқырманға жетіп жатқан сол дүниелер әлі ақынның сан қырлы қабілетін, бізге қалдырған үлгі өнегесін көрсетері хақ. Халық ауыз әдебиетінің көркем саласы саналатын айтысты халық ерекше қастерлеп, оны төл өнеріміздің ажыралмас бөлігі деп біледі. Сондықтан назарларыңызға жуырда Астанамызда өткен халықаралық айтыстан үзінді ұсынамыз, көріп ләззат алыңыздар. Бұл өнер қазағымнан айқай-ақау, ол үзілмеген. Ақындар қанша өткен біз білмеген. Ауыз домбырлалып, баяғы бабалардың ізіменен. Сәлем бердім Ташкенттей Астанама, елімнің орталығы бас қалаға. Өз елім қазақ өзбек армысыңдар, шапалақпен шабытпен асқарға да айқай-ақау. Жаратқанның пендесімін, халқыммен күнде болмас кездесуім. 60 жылдық тойында жиылды жұрт, ашайын замандастың ендесігін. 60 жылдық мерекеге жиналған жұрт, ашайын замандастың ендесігін айқай-ақау. Замандасым, оу сен барадай-оу, қуанышпен мақтанғам, сағынышпен кездесіп, апта сайын шаттанғам. Дидардың да тойы бұл, шерімді шемін ақтарам. Алғыс айтқым келіп тұр редакторы ағаға, Бұхарбаев Сүлеймен, Рахима дикторы анаға. Өз туысым, жерлесім, аққанатқа бас болған Сәбит деген ағама. Алмагүл менен үрбегүл Мәуілде деген әпкем бар, Қарлыбай Әділ ағама. Солардың жолын жалғайын деп айтысқа бүгін бет бұрдым. Төменгі Шыршық ауданның сәлемін алып кеп тұрмын айқай-ақау. Замандасым, тойлансын әлі 100 жасың. Қарақалпақстандығы бауырым, аман ба сенің ауылың, кезегіңді берейін, соқтырғын жырдың дауылын. 53-тен ассам да қолдауға сені шамам бар. Ташкентке келгенде мына мендей ағаң бар. 18-ге толмаған
мың шақырым жол басқан Ринат деген балаң бар. Ринатты да бір қолдап, қол соғып қойған адамдар айқай ахау. Әу халқым-ау, өшпесін ай, өнер салтың ай. Бабыммен қатар шауып айқай ахау, бақ дегенде, шабайын қалың елім шап дегенде, кім білсін оза шауып ағайынның ақ тілеу ақ батасын ап кетем бе? Бұл Ташкент киелі жер талас бар ма, жырыммен ұғындырсам нақтап елге? Алаштың арыстары осында кеп толқынды талай жырын төккен елге. Неміс бізді жеңермет сабыр атам, ел үшін жанын қиып кетпегенде. Ассалаумағалейкум армысыздар, қалың ел үйір жырмен тәтті өлеңге. Мың сәлем ай бергеніп жатқан елден, әр уақыты төліп үйім жатқан елге айғай ахау. Ашайын жан дүниемнің сарайын бір, қолдасаң қалың елім болайынdır. Замандасқа дәл биыл 60 жыл ғой. Тарихына көз салып қарайын бір. Оның жалғасы, оның дидар бағдарлама. Мақсатын талдап өтсем бар ойымның. Барлығын таң қалдырып, қаламдастың. Жүсіп Көкен бір батыл қадам басты. Жүсіп Абдуалиев алып шықты, ең алғашқы эфирін замандастың. Одан кейін Сүлеймен Бұқарбаев жүзіндей жарқылдады ақ алмассың. Екеуі де ұлт үшін еңбек етіп, ұстазына айналды тамам жастың. Замандас боп, дидар боп алға бастың. Бұл бір тойда қалай жыр арнамаспын. Анар апам секілді үн қатқанда қалай ел көкейіне орнамаспын. Бұл бір тойды бәріміз тойлайықшы. Бәрін қойып жұмыспен қарбаластың. Себебі бұл тек қазақтың табысы емес, ең үлкен жетістігі алталаштың айқай ахау. Ел алдында қалай, ел ішінде қалай бәйге ала алмаймын. Ел қолдаса қалай мен шаба алмаймын. Ағасы сыйлап отсын мың рахмет. Ағасы сыйлап отсын мың рахмет. Сыйыңа мен қалайша жарамаймын. Бірақта айтсың, аты айтсы бір ағаға, мен тартыспай бұл жерде қала алмаймын. Айқай ағау. Ұят қой ел алдында сасқан ердің. Шайқас қой енді бізден тосқан елдің. Асеке бұрындасан топқа түсіп, талай жерде тіліңмен дастан өрдің. Айтыс деген жастардың жұмысы ғой. Демеймін сен бірақта босқа келдің. Одан да жюри болып жүрмеймісің. Дуалауыз қарттарын бастап елдің. Айтысқа түспек түгіл енді аға, Аяз ата болатын жасқа келдің. Айқай ағау. Шап. Қатты кеттің ау, ағаңа. Қатты сөйлемейін балама.
білесін, айтқаным құлаққа ілесін, мәңгілік ұмытпай жүресін. Қарсыласымен тартысқан, талаяқыммен айтысқан, 90-нан асқан жәкемде сахнадан түспей айтысқан. Жортқанда жолың оң болсын, күндегі басың той болсын. Осыны естіп алдың ба, 53-тен енді асқан маған сахнадан кететін, әлі құда қаласа жол болсын. Тұлпардың ізін басатын, тай жүгірсе тұяқтау, шабыты менді қозады, баламенен айтысып, азғантай болса да сияқтау. Ұстазым мені құлмақан, 63-ке келсе де, сахнадан әлі кетпеген, ұстазымдан бірінші сахнадан кетсем, ұяттау Құлақ салдым, тыңдадым, шабыт беріп өзіңе, әрбір айтқан маржандап төгіп салған сөзіңе. Тақсалмаймын сірәді, өзім қара болғанмен көңілім аппақ шүкірау, ешқашанда көңіліңе. Ал енді мұна жалғашы, бұлбұлындай қазақтың, күләш апандай сайрашы, барыңды төгіп арылашы, қатарынан ақындардың қашанда мынау қалмашы. 18-ге толмаған айналайын жасың бар, әлі көрір қызықтың, түгелдей әлі басың бар, айналайын Ринатжан. Тұлпарыңдай қазақтың жорғалап тағы шаба кел. Осы сөздің парқына ойлап терең бара бер, ал мұна алдыменен кеп қалған мұна сахнада халықтан дайым батаңды аумейін деп ала бер. Бұл бір жерде бойымыз көріне ме? Айтатын жырда бізден сөгіле ме? Бір аз тілек айтып отсың Асқараға, бұл тілекке Ринатың егіле ме? Құлагердей шабалсақ осы жерден, қолдамайды Ташкенттің елі неге? Бұйырса Ақбаты аламыз ғой, уайымдай бересің оны неге? Айқаяға ағасы шабарыңды нақтайсың ба? Жоқ әлде шамаң жетпей тоқтайсың ба? Үкідей биіктеуден қарап отсың, қайтесің төбемізден аттайсың ба? Жарысып жастар менен жағаласып, жүргенше үйіңізде отпайсың ба? Құдайдың мына қыста көк шайдырып, кемпіріңнің қасында жатпайсың ба? Айқаяға жырымыз тұрған кезде жанып өрттей, өрт болмас жалыны қарып өтпей. Аға енді екеуміз қоштасайық, айтылатын сөзіміз әлі көптей. Біз тату болайық, біз аға екеумізде, жарысып жағаласып әрі кетпей. Алтын таққа таласпай тату болған кешегі Керей менен Жәнібектей. Айқаяқа
жеңешеңді кемпір деп айтқан сөзің ұяттау, намысыңа тиіп тұр, мұны жеңген көріп тұр. Тыңдашы енді бауырым, маржан сөзді асекең, өзіңе арнап көріп тұр. Жырау десең жыраудай, жырлай берем күн өтіп, жырлай берем күн өтіп, айналайын інім-ау. Келіп қапсың Ташкентке, қадамыңмен бір жетіп, қаймын десем қаласаң, үйге қонақ етемін, басқа болар нетерім, айналайын інішек, берейін енді берейін, жүрімді біраз төгейін, арнауымды осынлай балаға бата берейін. Әумин десе Құдайға, сыйынатым мұсылман, қолдарыңды жайыңдар, тәтті шекер сөз айтсам, батам менен балам бар. Келешекте зайытып Ринаттай болар, ақын Ринат деген балам бар. Әумин. Ағайын, көзді ашып жұмғанша қоштасар сәтте таяп қалды. Сөз соңында шаттығы шалқыған шаңырақтарыңызға қуаныш пен құт береке тілеп, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.